Назым Слям қызы Қара Монша. Аты жаман аурудың өкпеме жабысқаны аппаратқа түскенде толық анықталды. Айналдырған 6 күннің ішінде өкпемнің қарайып кеткеніне сене алмай, дәрілерімді құшақтап, қапаланып үйге қайттым. Осы уақытқа дейін қабырғасы мығым ішкі ойым бір сәтте мойындау алаңында вируспен жекпе-жекке түсіп жатты. Қара туын көтеріп, қорқыныш келді қасыма. Ей пендем, осыған дейін мықтымын деп келгенің қайда? Қане? Көзге көрінбейтін вирус жалпаңнан түсірді. Ха-ха-ха! Енді мен сенімен біргемін. Жаныңа жалауымды желбіретіп қойып, сезіміңді жегідей жеп, түбін үңгеймін. Сеніміңе құрт болып түсіп, үгітіп күл қыламын. Қас қатар тізіліп тұрған дәрі-дәрмекке қараймын да, үмітімнің алмас қылышын қанынан суырамын. Тоқтап тұр бәлем, кімнің кім екенін білмей жүр екенсің әлі. Ауруханаға барудан бас тартып, өз бөлмемді жекелеп алдым. Енді терезесі батысқа қараған бөлмеде оңашамын. Ас суымды осында әкеліп береді. Әншейінде қолдан түспейтін смартфон сөреде тапжылмай тұр. Апырмай, телефонмен ел-жұртпен сөйлесудің өзі қайнаған тіршіліктің белгісі екен ғой. Әлеуметтік желіден ақпарат ағылып келіп жатса, инстаграмнан блогерлерді оқысаң, жазбалары ұнағандарға жүрекшені лүпілдетсең, қиылып суретке түскен бикелердің ерні ұнамаса да, гаджеттің бетін бір сипап кетсең, пікір жазғандарға гүл ұсынып ілтипат көрсетсең, шабытың ұстап пост жазсаң. Қазіргі қоғамның буынына түскен әлеуметтік хал дәл осы. Дәл қазір мелшиіп тұрған телефонды ашқым келмейді. Қайда қарасаң да ауру туралы қаңқу сөз, үкіметті кінәлау, дәрінің жетпеуі, өлім жітім айғай, құтты онлайн аурухана дерсің. Әлемді ажал елесі боп кезіп жүрген сол бір сөз коронавирус. Әлім жоқ. Күні бойы терезеден аспанға қарап жатамын. Шілденің ыстығында дірілдеп тоңамын. Жаз емес пе? Аспан шайдай ашық. Көшкен бұлтқа қараймын, аспанмен сырласамын. Жанымда мұңымды айтар ешкім жоқ. Бәрі көзге көрінбейтін вирустан қорқады. Сау күнімде аспанға ұзақ қарап жатқанды ұнатушы едім. Ұзақ қарағанда да шашырап кеткен ойымды жинау үшін, ағылған ойларды тоқтатып бір арнаға түсіру үшін аспанға тиесілетінмін. Енді мынау жатсың. Ал жат аспаныңа қарап, қанша жатар екенсің деймін өзіме өзім. Көк жүзіне телміруден басқа ермегім жоқ. Тамырға салынған дәріден маужырап ұйқым келеді. Енді ұйықтайын десем, жөтел қысады. Булығып, дәрі ішіп тынышталасың. Төрт бұрышты аспанымнан ақша бұлт көрінеді. Жаз мезгіліндегі ерке бұлттарды ерекше жақсы көремін. Бұйра-бұйра, әрі әппақ. Жазғы бұлттар азат, каникулға шыққан балалар сияқты көк аспанды көгал ғып, асыр салып қуаласпақ ойнайды да жүреді. Шаршамайды өздері. Шаршап кетсе, түн қойнына тығылып іліп алар көздерін. Ақ бұлттар кейде бала-шағасын шұбыртып, көл жағалауына кетіп бір жатқан әйелге ұқсайды. Әй жүгірмек, тыныш жүр, деп бірде-бір баласына ұрыспайтын ақ көңіл ана секілді. Кейде
төскейде жайылып жүрген қойларға ұқсайды. Қойшысы ұмыт қалдырғандай, жүні қырқылмай, жалбырай түскен бұлт қойлар шығыстағы шырайлы жайылымға асығатын сияқты. Қазіргі бұлттар ерекшелеу ме қалай өзі? Әлде бұрынғы бала көңіл бұлттар ер жетіп, ақылы толған ба? Ерекше сырлы, бір түрлі сырбаз. Бұрынғыдай қоласпайды, бұлғаңдамайды, сырдан қимылдайды. Ей, ақша бұлт, деп қоямын. Ақша бұлт маған не десін? Көзін жыпылықтатып, екі ұртын томпайтып, төбеден сызыла сырғиды. Ерінін бояған күнге де қарамайды. Артындағы шұбатылған орамалын да жөндемейді. Бұйра шашын да тарамайды. Менің қолымнан не келеді дегендей, желменен қол ұстасып өте береді. Кей сәт менің халме алаңдағандай төбеден мұңая төніп тұрады. Ей, ақша бұлт, екі бетің томпиып, қабағың тұр түйіліп, барасың қайда жиылып. Қауіп төнді адамға, өмірлері қиылып, білгеніңді айта ғой, көз жасыңмен тыйылып. Ақша бұлтау, келдің бе? Аспанды көп кездің бе? Аты жаман індетке дәрі бар ма, білдің бе? Жұлдыздардан сұрашы, айға баршы жалынып, күнге сәлем айта ғой, адамзат тұр ғой қамығып. Ақша бұлт, індет қалар тыйылып, ақылдашы аспанда баршаларың жиылып. Адамзаттың атынан сұрайын мен қиылып, найзағайға айтыңдар, індетке түссін түйіліп. Қазбауыр бұлттары қырдай боп, қарама маған қиылып, мына індетке не дауа, айтсаңдаршы жиылып. Жаратқаннан сұрайын, бір Аллаға сыйынып, Аллаға адал боламыз, жамандықтан тыйылып. Десем, қаңғырығы түтеген бұлттар тоқтай қалып, хормен, күнге де айттық, оның шамасы келмей жатыр. О, адамзат, сенің қолыңнан мықты болу келеді. Мықты бол, дейді де, маған нақты жауап бере алмағанына ұялып, жан жаққа жамырай жөнеледі. Осылайша бірнеше күн өтті. Таң атады, дүниені шуағына бөлеген айнам көз күн көтеріледі. Ұзын көлеңкелерді тықсырып барып, тек түс ауған кезде ғана сәулесі менің бөлмеме түседі. Алдымен сау ма екен дегендей көз қиығымен қарайды. Шұғыла кірпігін жыпылықтатады. Сосын бадырайып, не жатыс дегендей төбеден төнеді. Аузымды ашып, тамағымды шақырайып тұрған күнге көрсетемін. Қарашы, ақ сәулем, қай жерінде ауру тұр, алып тасташы, деймін. Нұр сәулесін тамағыма, өңешіме түсіріп көреді де, әнекей тұр, көрдім, күйдірдім, аз уақытта вирус өледі, дейді күн күлімдеп. Орамалыңды дүзе, айнаға қара, мен сияқты ерніңді боя, сосын бұлай күлімде, дейді де, бір көзін қысып, ойнақшып, ұзай береді. Күні бойы салған дәріден тұла бойым ұйып, ұйқыға кетемін. Түс көрем. Алыста, таудың аңғарында ауыл тұр. Жақындап келемін. Міне көше, туған үйім. Ауланың күнбатыс жақ есігіне таяу жарбиған монша тұр. Сояу болып өсіп кеткен қорайлардың арасынан өтіп, моншаға жақындаймын. Моншаның алдында қайыңның ыстық шоғы үйіліп, жайнап жатыр.
Бұрын дәл осылай шешем ғана қара моншаны қарағай мен қайыңның шоғымен болдыратын. Қара монша аталу себебі от жаққан кезде іші толық ысталады. Неғұрлым ыс қалың болса, соғұрлым пайдалы. Жан жағыма қараймын, шешем көрінбейді. Моншаның есігі өз-өзінен сықырлай ашылып, жабылып тұр. Ішінен ыстық бу араласқан қарағайдың иісі қолқама атады. Ішіне енемін. Мұрныммен терең тыныс аламын. Аузымнан шығарамын. Тағы да мұрныммен дем алып, аузымнан шығарамын. Қайың жапырағы, қарағайдың қабығы, самырсынның бүрі, таудың тасының үстіне сепкен аршаның иісі мұрын жарады. Ортадағы үлкен қазандағы ыстық суды жылтпалап шомыламын. Қайың жапырағымен сабанамын. Соңынан үстіме тастай су құйып, шайынып далаға шығамын. Жөтелсем, аузымнан көк-жасыл бақа түседі. Шымшуырмен қысып ұстап, жайнап жатқан қызыл шоққа тастаймын. Терезені ашып қойып ұйықтағаның не, тер қатады ғой, деген күйеуімнің даусынан ояндым. Үйді аршамен аластап жүр екен. Жел қозғаған терезе бағанағы моншаның есігі болып түсіме енгенін білдім. Қатты терлеп. Туған жердің қасиетін аян түс білдірген тәрізді. Жаным сергіп қалғандай. Есіме ауылымдағы ағаш қара монша түсті. Қарағайдан қиылған, іші сырты сыланбай бөренелердің ортасына орман мүгіс салынған, төбесі де, тақтайы да қарағай, аласа монша мен ес білгеннен бар. Менің 9-10 жасымда шешем моншаның қазандығына қаланған тасты асынып, үймес тиіп тұрған тауға бала шағаны түгел ертіп барды. Әрбіреуіміз шамамыз келгенше 5-6 жақпар тастан моншаға тастық. Шешем марқұм өте қайратты адам еді. Мал дәрігері болып істейтін әкем таңнан қара кешке дейін жұмыстан қолы босамайтын. Бізді қаздың балапанындай жанына ертіп алып, еркектің атқаратын ұсақ түйек жұмысын өзі істей беретін. Ұсақ түйек деп қоямын, шалғы мен шөпті де шабатын, отау да салатын, отынды да жаратын, қорадағы малдың тілін де, бабын да білетін, тіпті монша, қораларды да өзі жөндей беретін. Осы неге марқұм әке-шешемді еске ала бердім. Кенже қызы ауырып қалғанда аруақтары желеп-жебеп жүрмекен? Әлде Алтайдың шөбі ем деп аян бергені ме? Түсімде монша жағып беріп жүрсе, бұл вирус құрғырынан жазылғаным ғой. Әл есімде, жақпарланған көк тастар қаланған ошақ, ошақта үлкен қазан, қазанға қалақай мен арша салынатын. Қарақат пен мойыл, долана жапырағы қайнатылған ішетін су бөлек темір ыдыста тұрушы еді. Шешем терлеп тепшіп осы моншаға бәрімізді түсіретін. Арқамызды жас қайыңның бірімен сабайды, шашымызды сары су қосылған сумен шаяды. Сары сумен шайылған шаш өзгеше бір сықырлайды ма, қалай еді? Тұмау болып қалсақ, қара моншаға бір терлетіп, тұзды сумен бір шайып, үйге әкеліп, аршамен аластап, қойдың майымен майлайтын. Қара моншаның жанында тағы бір моншамыз бар. Оны ақ монша дейміз, күнделікті түсе беретін кәдімгі монша. Ал қарағай монша емдік мақсатпен жасалған. Жарты сағат түссең, жарты күн терлейсің, анау-мынау ауруды алып түседі. Балалық шағымды еске алып жатып төбеге қараймын. Төрт бұрыш аспан
эфиріме тағы да ақша бұлт жүзіп шығады. Бұл жолы түйдектелмейді, бұйраланбайды, жайыла жүзеді. Ашаң жүзіне жұқа бояу жағып алады. Батар күннің сәулесіне жаға жеңінің зерлі түймелері шағылысады. Беті қызарақтайды. Бұлт басымен адамзатқа жауап бере алмағанына ұялатын тәрізді. Ей, ақша бұлт, сен аспанда, мен жерде, көкірегіңде көзің болған соң ұяттан өртеніп барасың. Сен мына жерде біраз жүріп көрсең ғой. Адамдар аш көзденіп тоймауға айналған. Егер бір-біріне деген өшпенділік, көре алмаушылық, аш көздік, қатыгездік, тәкаппарлық, қара пиғылдар қордаланып бұлтқа айналса, аспаннан күн көрінбес еді. Жарықты жібермей тұмшалап тастар еді. Билік үшін күрес, адам санын азайту жайлы саясат, терроризмді ойлап тапты біреулер. Кейбір құлқынның құлы болып кеткендер адамзатты бір ізбен жүргізбекші. Ауруға тәуелді ету, мәжбүрлеу, бағындыру. Оған не дер едің, ақша бұлт? Жүзім ақша, ақ бұлтпын, көңілімде аппақ қар. Адамзатқа айтатын уәжім бар. Жел соғады, мен ұшамын. Биіктен қараймын тіршілігіне көп адамның. Қалықтап келе жатып, осы ауа неге ластанып кетті деп қамыға ойлаймын. Қолқаны атар күлімсі иіс, қоқыстың қара түтінінен біз де қақаламыз. Жөтелсек күн күркірейді, жыласақ улы жауын жауады. Екі аяқтарың барда неге моторға таңыласыңдар? Өздерің жүре алмайтындай жағдайға жеттіңдер ме? Үстеріңе кигендерің де, ішке жегендерің де таза емес, бәрі химикат. Ауаны осылай ластайсыңдар. Ауа ластанған соң өкпе тамырлары бітеліп, тыныс алу қиындайды. Ал дұрыс дем ала алмаған адам сен сияқты ауырып жатады. Вирус деген бір күнде пайда бола салмайды. Вирус деген асқынған ауруларды аңдып жатып, бір күнде шабуылға шығатын әзәзіл. Вирус әлсіздің жұқаруы, әлдінің ауруы. Сенбесең өзің айтшы, қашан бастап ауырып едің? Қашан ағзаларың бір-бірлеп сыр бере бастады? Ағзаларыңа көңіл бөлдің бе? Жүрегің сыздап ауырдым деді. Өкпең бітеліп жөтелдің. Бауырың мен ас қазаның белгі берді. Тыңдадың ба? Жоқ, тыңдамадың. Вирус деген организмнің өз-өзіне шабуыл жасауы. Иә, дұрыс айтасың, ақша бұлт. Мен өзіме қарай алмаппын. Күнделікті күйбең тірлікпен жүріп, денсаулығымды әлсіретіп алыппын. Мүмкін бұл менің де қолымдағы нәрсе емес шығар. Мүмкін сен айтқандай ауаның ластануынан болған шығар. Қалай болғанда да сен маған жол көрсетші, ақша бұлт. Туған жерім Қабырға ауылына барғым келеді. Саф ауадан бір иіскесем, тұмсығымды тауға тіреп, саумал жұтсам, мақпалды мекенге бір аунасам, мүлгіген орманның ұйысқан кірпігін тарасам, белестердің бетін сүйіп оятсам, таудың жұмбақ тастарына сағыныш жасымды тамызсам. Мүмкін мені сауырыңа отырғызып, түсімде көрген қара мұншама алып барарсың. Мүмкін мені асқар таулардан, биік-биік белдерден өткізіп туған жерге жеткізіп тастарсың. Әуелі басыңды көтеріп, ауруынан жазылып алшы. Ал айт, Қабырға деген қай жақта? Қай жақта болушы еді? Остан шығысқа қарай жөңкілсең, алдыңнан көк
тіреген айыршың мұстау көрінеді. Бауырынан ақ бұлқақ бұраңдай ағады, бұқтырма аласұрып жатады. Ол жақтың таңы ерте атып, күні ерте батады. Сен асқақ тауларға ғашық бұлтсың ғой, біздің Алтай ерекше екеніне көзің жетеді. Шыңдары қаптай өскен шырша, қапталы қалың қарағай, етегін көмкерген сыңсыған қайың бірден көзіңе түсер. Марал мен бұғым екені ойласам от болып кетемін. Жарайды, кел, мін менің арқама. Ертең Алматының ел жұрты керіліп тұрып болғанша туған жеріңе барып қайтамыз. Бір шарт бар. Барлық өткен кеткеніңді есіңе аласың ба? Тәңіріңмен сөйлесесің бе? Өлең шығарасың ба? Өз еркің. Тек ұйықтап қалма. Мен сені Алтайдың көк шалғынына аунатып кетемін. Әрі қарай қара моншаңа түсесің бе? Гүлдерді иіскеп, қарағай жағылып, қайнатылған қайың буына буланасың ба? Ол сенің түйсігіңе байланысты. Егер осыны сезе алсаң, өкпе ауруынан түгел айығып кетесің. Ал вирус ше? Вирус деген сенің әлсіз өкпеңде өмір сүргенді қалап тұр. Өкпең мықты болса, вирус өз-өзінен құрып кетеді. Асқар тауым Алтайым, асқақпын деп менсідің бе? Ей аспан, мөлдірмін деп өз-өзіңе тамсандың ба? Алтын күн, төбедегі жалғыз сұлумын деп жар салдың ба? Қияқтанған асылай, көп жұлдыздың көсем екеніңді білдің бе? Ақша бұлт-ау, ақша бұлт, сенің бұл жақсылығыңды қалай ұмытайын? Сауырыңа отырайын, жалыңнан ұстайын, бірақ атқа ұқсашы, туған жерге ұшайын. Ей, асқақ Алтай, ақ бұлтты төбеңе қондыр. Жұлдыздар, тана көздеріңді жандыр. Алтайымның бауырын ала қонған, бұл менің туған ауылым. Ауыл екі көзін Алтай әкесінен айырмайды. Таң атса да Алтайға мадақ айтады. Кеш батса да Алтайды мақтайды. Күнге айтады сыбырлап, жұлдыздары жыпырлап, құмырсқасы қыбырлап. Алтайдың кең қойнауын еміп жатқанын біледі, сезеді. Сол ауылда сонау бір жылы тұлымшағы желбіреген қыз дүниеге келеді. Көп қыздың бірі ғой демеді. Алтай сол қызын ерекше жақсы көреді. Таңдап тұрып, ерекше талант береді. Жалғыз жүрсе, тау таста көлеңке болып ереді. Жол таппай қиналса, жол көрсетіп береді. Ертең Алтайды жырлайтын ақын болатынына сенеді. Алтай бүгін өзгеше. Ақша бұлтқа ілесіп, керімсал көйлек, оюлы камзол киініп, қызы келе жатыр. Ақ бұлт сұрша бұлттармен араласады. Сұр бұлттар ысырылып, ақ бұлтқа орын ашады. Шудаланған тұмандар тауды жағалай қашады. Күн сәулесін шашады. Бір мезетте жаңбыр төгеді. Күнмен шағылысқан кемпір қосақ доғасын кереді. Кербездене керіліп тұрғанда, сағым қыздың аспаннан түсіп келе жатқанын көреді. Ақ жаңбыр қыздың бетін жуады. Сағынышы күміс моншақ болып төгіледі. Сұр бұлт бұған қарайды да егіледі. Моншақ тиген тасқа қына қылтияды. Жаңбыр жауған жерде қыр гүлдері жайқалады. Сағым қыздың жылдамдатқан жүрісі байқалады. Самал жел жүрісінен жаңылады, есеңгірей шайқалады. Қара моншаға кірген екен дейді. Монша бұл келгенше сиқырланып дайын тұрыпты. Ошақтағы от лапылдап жанады. Қайыңның қызуы, қарағай қабығының сырт-сырт етіп шытырлауы жанын рақаттандырады.
Ортадағы қара қазандағы қайнаған суға жас қайың сыпыртқысы батырылған, самырсын бүрі шашылған, қалақай жапырақтары салынған. Таудың текше тасына тиген су буға айналып моншаның қабырғасына барып соғылады. Су тиген сайын қайыңмен ысталған қарағай қабырғадан өзгеше жұпар иіс шығады. Мұрнынан дем алады, кеңсірігін бу шалады, шашалады, аузынан дем шығарады, жаны кіреді. Будың арасынан өзінің сап-сау сұлбасын көреді. Анасы шашын бұрынғыдай ұшына дейін өріп жатыр. Шашын сілкісе, су шашырайды жан-жаққа. Қой деймін, шашын сонша сілкілегені несі? Тарқатылады деген сөздер құлағына келеді. Апау, осы мен келгенде қара монша жағып беремін деп, неге әуреге түсуші едің? Ақ орамалды анасы, енді қайдан жағайын? Иісін сезінсең болды, жақсы болып кетесің жарығым. Бастаудың мөлдір суын ішкеніңді сезін, қайыңның қызуын, қарағайдың қуатын сезін. Ойша моншаға булан, сыпыртқымен сабан, құлан таза айығасың. Аллергияң да қалмайды дейді кәдімгі өңімдегідей. Түтін шығатын мұржасы жоқ, сықсиған терезесі бар моншадан қара тер болып шығамын. Жөтелсем аузымнан көк бақа түседі. Бақаны әкем отқа тастап, анам екеуі маған қарамастан ұзай береді. Терім басылғанын күткен ақша бұлт Алтайдың ең төбесінде тұрып қолын созады. Мені арқасына отырғызып, алыс Алматыға аттанады. Қолыма кішкентай үйдің макетін ұстатып, бұл сенің тұмарың, сенің кіндік қаның тамған жер дейді. Бірақ менің қара моншаға барып шомылып, 70 бұлақтың тоғызған қайнар көзі бастаудан су ішіп кеткенімді ешкімде сезбей қалады. Тек түп санам ғана мені сол жерге бастап апарып, ауруымнан құлан таза айығып кетуіме сендіреді. Сенім бар жерде өмір бар.